Бүгін мына 21 декабрда сауданың ең қызған жерінен қайсытай сауда алды? Қаншаға? Қаншаға? 131 қуан ұқшайды. Ала қанша бердіңіз? Бер. 10 мың үстіне берді. Шығымын менен бүттәрі. 130 қа? Жақшы. Бер. 130 мыңге сода болып жаттыр. Мұна жерде елдері менен. Мына Қашқатай екен. Мына оң жақта, сол жақта. $130 мыңде пока сода болып жатады. Мынау Қашқатай. 1 жаштан өткен жазға 2 жаш шықматай. 130 берді. Мынау Шултай. Болсаң бері. Бересің бе? Қоша 5 мың болды. 35-ке шықты оқшайды. 35-ке шықты? 35-ке шықты? Жоқ. 35, 135 мыңге шықты бака саталек. 2 мың берсін. 2 мың берсін. Растың мы? Жоқ, айттың аты. 2 мың қошады. 135-ке шықты бака саталек. Мынау Шултай. Мына ортада отырған. Пока саталек. Походу 140 мың тегерегіне сатылат оқшайды. Башқа жылқарды көрсетейін. Мынау чар болған жылқы ертеменен 110 мың сомға сатылған. Жашы 4 жаш, бойы 150 плюс кен. Ушул ат 110 мыңге сатылған, артыңқы 2 пұту кетіп қалдыр. Атак жақшы келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Туғандар, бүгін біз Бишкектегі жылқы базарды чалдырып көрсетеміз. Бұл пригородный жылқы базар. Адаттағыдай қызмат қыла келдік. Бүгін 2024 жыл 21 декабр аптаның 6 күні туғандар. Сіздер видеоға ар берін жөнлі көрсем, мынандай бірден бармақша лайк басып қойсаңыздар, маға поддержка шыққан болыстыр да. Азыр мен жылқыларды, бірінші аттарды, андан кейін өспірім жылқыларды көрсетуін баштайым. Жігіт қанша дедасында қашқаны? 150 жаш қанша? 4 жаш жаңасы бойычы? Болды, басы 150 мың дейді, жашы 4 жаштағы жылқы кенді. Ойы 1.60-ға барады, 1.60 шығып қалады дейм. Мына бұт қолдары бізде базарда сұрап жатқан бағалары 150 мың сом сұрады мына ушылатқа. Еме азыр башқа мына чоңаттардан дағы бір қатардан бағаларын сұрайын. Торны қанша дедіңіз, торны? 200, жашы қанша? Жаңасы бойычы? 170-тің үсті, 1-2 бастырыңшы. Басы 200 мың сом. Срочный дейді. Мына ушылаттың бойы чоң кен. Басы 200 мың сом сұрады. Шеп, номерді айтып қойыңыз, номеріңізді. Номеріңіз. Айты өрің да, срочный саттамды отасқа. Болды. Басы 200 мың сом. Срочный басы болып жатады. Сенікі айтып қойғанда. Так, мынау 200 мың деген аттың срочный емесі. Так, номері 0703 081 197 ушыл номерге байланышасыздар. Туғандар, доллар 87-тен болтады. Мынау атты мысалы 200 мың деді, 200 мыңды 87-ге бөлсеңіздер, так, ошондо доллар чыгат. Азыр мына атты кесетип берейин. Мына ушундагы калькуляторго киресиздер дагы 200 мыңды бөлөсүздөр 87-ге. Мына аттын баасы $2298 чыкты. Мына ушундагы эсептеп берсеңиздер чет жактан катталуучуларга, так. 10 миңди bir ayda verem. Канча сурадыңыз? Ne dedin? Razı ol. Çoğul geliş kıyım olur. 10 bin lirayım. Siz kançaga berейин dediniz атты? Канчага алайын дедиңиз? Ал. Наркыны? Аны канча дейт? 150 кө. Вариантка бул байке сурап жатат.
150 деген атты. Азыр 10 000 сом берейин, калганын малдын акчасы тигени деп. Мына кашкатты. Так, азыр башка кички аттардан да көрсөтөйүн. Мына кара аттын баасы канча болот, кара аттын? Ассалам алейкум, кандайсыздар? Билбейм, ошол өзүндө. Көрбөй калбадым. Так, мына көрсөтүп кой. Сиздики көбөкө. Канча баасы? 230. 230, жашычы? 2 асы. 2 асы. Ар бир бастырчы? Бир. Түз бастыргын? Баасы 230 000 сом. 2 асы, бою орто бойлуу, 1.60га барып калсын. Бара барбы? 1.50. Ой, бою канча мындай? 1.50. 60 коркуп алгы. Канча бой өзүң билесиңби сен? 1.55'ten öydü mü? 1.55'ten öydü eкен кыскасы. Баасы 230 000 сом. Улагы кандай дос? Улакка 5-5ке чалды. Казан улак экен да 5-5ке. Номериң барбы? Иә. Айт. 703 073 05 05 07 07 22. 22. Мына ушул ат. Бою 1.55 плюс дейт. Ээсинин айтымында, бирок мен точно биле албадым. Жашы 2 асы. Казан улакка. Карагашка. Буттары, мына бутунда. Мына бутун эмне болгон? Улактан базы. Кысасы ушундай чам маалыматта. Мына көктү канча деп атасыз? 200. 200. Жашы канча бунун? 2 асы. 2 асы. Бунун деле бою алкы менен бирдей эле да. Бул деле ошо 1.55 тегереги. Баасы 200 000 сом. Бир бастырып коюңчу ары бери. Баасы 200 000 сом. Бастырып коерсизчи. Мына баскандары может аксайды аксабайт экенин бир көрүп кол дегенин. Баасы 200 000 сом. Көк мөнчөк. Номериңиз барбы? Но Кашкаттагы номерге чалсынбы? Кашкатка азыр айткан номерге бул байкени 2 ат 1 экен. Хазайындары ошого чала бересиздер байланышып. Так. Но көк ат канча болот көк ат? 150. Ассалам алейкум. Жакшыбы? 150 жашычы? 8 жаш. Баасы 150. Улакка чабып атасыңбы? Улакка чалды 5-5 тайгазанга. 1-2 бастырып койчу ары бери. Баасы 150 000 сом. Бүгүн ушу 150 000 тереңдеги аттары көбүрөөк чыккан окшойт. Номериң барбы, дос? Айт. 079 73 60 37. Мына ушул номерге байланышасыздар. Так, мына жерде дагы бир тор ат турат. Бою деле орто бойлуу. Ойга канча деп баасын? 180. Жашы канча бунун? 5 жаш, а? Баасы 180, өзүбүздүн 40 жылкы. Орто бойлуу. Номериңиз барбы, киргизип коюн YouTube'га? 0228 70 60 29. Улакка чабып атасызбы? Улакка чабып атат дейт мына. Баасын уктуңуздар. Буту колдору жылкынын мына толук көрүнүшү. Кайсын алдыңыз, кайсыны? 125 алдыңызбы? Машалла. 2 асы экен. 2 асы, я? Чисто Кыргызстан үч. 40 жылкы, таза, а? Нукура 40 жылкы. 80 20 деген таброс менен экен, а? Пайда берсе сатасызбы? Пайда бербесе керек азыр буга. Сал семиртирейинчи. Семирткенден кийин, а? Напсакчылык үчүн номерди айтып коюңуз, может, жаккандар болсо чалып калаттыр. 0707 077 87 87 11. 87 11. Мына таза нукура 40 жылкы. Улагы кандай экен, улагы? Бар деди го, мен билбейм. Болду. Негизи байкез 120 миңге алдым дейт. Жаккан болсо мына ушул кишиге байланышасыздар. Алган баасындагы айтты. Ар семиртип туруп анан кийин сатат окшойт. Ал мына гүлүктөрдү канча деп атасыз? Кандайсыз? 170 берейин. 170 бересиз. Мынанча? Айдан. Сөйлөбөйсүңбү? 160. Жаштарычы, жаштар кандай? Мынанын жашы 2 асы. 2 асы, бул 3 асы. Бойлору канча чыгат? 155'ten 160'a чейин. 155'ten 160. Бул будан чоңураак экен, а? 160 плюс менен. Мына. Жылкылардын баалары 160. Жер улак. Басыңчы, чү деп койгончу гана. Казан улак, жер улак, мына саман сары.
Көрүңүздөр. Балары ушундай так. Бекем тур дең. Жигит авырам десеңиз. Эми сен тур дең эми. Мына атты көрүңүздөр. Мына бою 1.60-тан жогору торат экен. Бул дагы сүрөт экен да. Мына бул Балбан абабыз өзү аэропортто улак чапкан. Көрдүңүздөр. Так. Эми эки атка номериңиз кандай эле айтып коюңуз. 0702 87 56. Мына ушул эки аттын казайыны Алман абабызга чала бересиздер. Саман сары менен тору экөөнү байкап көрүңүздөр. Жылкылар ат жактан бир аз тартып көрсөттүм. Эми аттар деле аз. Эми бул жактан өспүрүм жылкы байтал белери көрсөтөйүн. Булун дүйө канча болду аке? Бas. Ökü kança da das? 175. 175. Erkek bu kulunu? Erkek. Bir boz okşaydı. İhtimal. Bir boz eken ihtimal. Bağısı 175 min yeni bala ökönü. Geçe urgaççılardan da tartıp көрсөткөн экенсиздер. Азыр мына жерде ургаçlar турат окшойт. No baytallar mı kança ne odası? 80. Номерин айтпайсың, номериңди. 80. 80'den urgaçı baytallar. Mына ушул байталдар 2-3 жаштык байталдар да. Буалар баасы 80. Бул кунан чыкма байтал, а? Бунун баасычы? 72. Bunun baytal mesela at erkeği okşaydı mı? Arkası baytal, nasıl erkeği eken? 70 kança dediniz? 72. Bundan жазга kunan bulur. Baytalın bağısı şundayça. Tak, buna жерде дагы bir boy çoğun uzun. Өспүрүмдөр турат окшойт, жалданып. Assalamu alaikum, кайтасыз, жакшысызбы? Bu өспүрүмдөр кандай жаштары? Окшош ба? Paltaraşka 1,5 жаш. Boyları kança bu arık var? Boyları 1.65 plus. Ne olur 1.65 plus deydi. Ne olur arık eken bolgonu. Alıyızdan uzun bolup görünüp etken da. Alıyızdan tartıp koyun ba. Үйрөтүлгөн окшойт жоор бар экен. Жоор болгон бу. Баасын канча дадасыз? Баасын 250 деп аткан. Баасы 250. Үйрөткөн окшойса? Жиниңизге тиёду сиздин. Баасы 250 миң. 1,5 жаш, 1.65 плюс дейт. Арык экен болгон. Мына бут колдору. Өспүрүм азыр номерин бул аке жакшылап кучакталып өчүп басында азыр. Номерин сурап берем. Шеп номерди айтып коесузбу? Номер 501 64 0501 64 60 70. 60 70. Баасы 250 миң сом. Жанына канча дедиңиз? Буну 120. 120? Бул Bunun жашы? Жашы 4-5 ай болуп калды. 5 айлык. Баасы 120 миң. Бул эркек быйылкы туулган кулун экен, баасы 120 миң сом. Кара кунан чыкмабы? Такпайлы. Кандай? Баасын айтып коюңчу, баасын. Баасы 100 миң. Мына ушундай молодец. Баасы 100 миң сом. Жазга кунан чыкма, бою 1,50 плюс минусуна. Так, мына жерде дагы мына сойло турган жылкар окшойт. Ат көрүмдө болгон, а? Ат көрүмдагылар да? Ат көрүмгө салына турган жылкылар. Ат көрүмгө салына барат, а? Салына. Мен чыккан ошойт атпайм. Баасын канча деп атасыз? 66дан кылып берем. 66дан, а? Кунандарбы? Жазга кунан чыкмалар. Жазга кунан чыкмалар. YouTube. Ат көрүмгө жылкы издегендер болсо, байлап туруп соём дегендер болсо 66 миңден берет. Бойлору так бою 1,50гө жетпейт, а? 1,40тан өйдө. 1,40тан өйдө 1,50гө жетпейт бирок мына. Баалары ушундайча болду. Так, номериңиз барбы? Айтып коюңуз. 72 Аха. 77 Аха. 78 83. Мына ушул номерге байланышасыздар. Өкөнү 1,66тан берем. Өкөнү 68ден 67ден бирөөнү сурап атат. Бирден сурап атат 65ден берип атат. 6дан берип атат. Мына ушундайча маалыматтар. Так. Мына кулунду канча деп атасыз? 70 эркекпи? Эркек кулун 70. Бул ошондо канча ай болуп калат? 1 жаш болду элек. Кыскасы 2023 24 туулган да быйылга. 8 айлык. 8 айлык кулун. Баасы 70 миң. Номериңиз барбы?
Номеріңіз жоқ екен, мына. Басы 70 мың сом тұрады, мына, көріңіздер. Құлын, жоғын құлын екен, мына. Мына, қара құлындардың басы қанша болды? Еркектер бі? Балар 50 мыңден. Еркек, бұйылқы құлындар, көріңіздер. Мына базардың бұл жақ четінде негізі чоң жылқылар тұрады. Бұлар бейлер бі, байталдар бі, бұлардағы қазір көріп айтып беребіз. Нұрбек байка, бұлардың жаштары қандай жаштары? 1,5 жаш. Ене ола ошондо баласы 1,5 жаш, еркек? Еркек. Бе қанчанчы туыт болып қалады? Бе 6 жаш, 3-чү туыт. 3-чү туыт. 1-чи кулда. Бойлору қанша чоң бұлар? Бойлору қанша? Арқы 1,70 бе? Бе 1,70, 1,5 жашқа тайғанша бой? Ойында 1,60-қа чукулгодай. 1,60-қа чукулдайт. Көріңіздер. Балаларын қаншаны атасыз? 220 баласы. Баласы мына палтарашка 220 мың сом, бейче? Бе 250. Бе 250 мың сом. Бейнің бойы 1,70, мынау 1,60-қа чукулдап қалады екен. Мына көріңіздер, чоң жылқылар. Бе 6 жаш болады екен. Мынау тай 1,5 жаш жазға қунан болады. Балары айтылды. Так, номеріңіз қандай? 709 0709 03 67 67 97. Мына ушул номерге байланышыңыздар. Бүгүнкү базардын алдыңкы чоң жылкылары деп айтсак да болот. Бүгүн ушу менен жылкы базарды аяктайбыз. Эртең буюрса Сокултан көбүнчө эмнени тартайын? Өзүңүздөр комментарий адаттагыдай ачык болот, жаза бересиздер. Биздеги Бишкектеги мына жылкы базар.